Музей үздіктері анықталды. Қыркүйекте басталып, жыл аяғына дейін жалғасқан аудан күндері аясында әр өлкенің тарихынан сыр шертетін жәдігерлер көрмеге қойылып, концерттік бағдарламалар ұсынылған еді. Музейлер шеруі акциясын қорытындылау шарасында облыстық тарихи өлкетану музейі белсенділік танытқан аудандық мәдениет және музей қызметкерлері еленді. Бұдан бөлек 7 ауданның осы саладағы ерекшелігі, жұмыс атқаруы, экскурсия жүргізудегі өзгешелігі, жәдігерлері, концерттік бағдарламалары сарапталды. Үздік жәдігерлер топтамасын әзірлеген Индер үздік ансамбльда әкелген, Исатай үздік концерттік бағдарламаны дайындаған Қызылқоға, үздік шеберлік сағатын өткізген Махамбет үздік экскурсовод номинациясы бойынша, Құрманғазы үздік қолөнер шебері, аталыммен Мақат және үздік аудан номинациясымен Жылой аудандары марапатталды. Ата-бабамыздың ұстап тұтынған бұйымдарын елдің санасында жаңғырту бұл музей қызметкерлеріне берілген тікелей міндет болып сезініп, бүгінгі күні соның жемісті жұмысы ретінде аудан күндерінің музейдегі күндері өткізілді. Бұнда аудан күндерінде аудандық музейлердің барлығы өздерінің музей қорындағы жәдігерлерді әкеліп, облыс халқына түгелдей насихатталды. Бүгінгі күні біздер өте қуаныштымыз. Осы ұлы даланың 7 қыры атты көрменің қорытындысы бүгін облыстық музейде өтіп тұр. Осыдан біздер Жылой ауданы үздік аудан атанғанына қуаныштымыз. Алдағы уақытта да осындай шығармашылық жұмыстарымыз өзінің жалғасын табады.